Бәріне сәлем, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін мен өзімнің жазушылымның сұрағына жауап беремін және менің тәжірибемде болған қызықты жағдай туралы айтатын боламын. Әзірге сіз менің YouTube арнама жазылып және лайк баса отырыңыз. Сұрақ. Менің жауабым: сектаға кірді, үйден құнды заттар жоғала бастады. Ал біздің пәтер оның атына жазылған. Ол осы сектаға пәтерді бере салады деп қорқамын. Айтыңызшы, мұндай жағдайда не істеу керек? Жауап беремін. Достарыңыздың, туыстарыңыздың, әріптестеріңіздің қоғамдық пікірін пайдаланыңыз. Сіздің отбасыңызда болып жатқан оғаш оқиғаларды жариялаңыз. Прокуратураға өтініш жазыңыз. Бұл өтініште ешкімді кінәламай, сізді алаңдататын оқиғаларды баяндаңыз. Сектаның мекен жайының, оның белсенді қатысушыларын көрсетіңіз. Содан кейін секта мүшелеріне құқық қорғау органдарына шағымдағаныңыз туралы хабарлаңыз. Әдетте сектанттар жариялылықты ұнатпайды және сіздің отбасыңызды бұдан кейін жайына қалдыру мүмкін. Құнды заттарын жоғалып кетуіне және пәтерге қатысты негізделген алаңдаушылыққа келетін болсақ, заң бойынша ерлі зайыптылардың неке кезінде алған мүлкі олардың ортақ меншігі болып табылады. Ерлі зайыптылардың ортақ мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету ерлі зайыптылардың өзара келісімі бойынша жүзеге асырылады. Адвокаттық практикада мынандай жағдай болды. Клиенттің жұбайы сектаға бара бастады. Біраз уақыттан кейін әйелі одан бәрін, соның ішінде ұзақ уақыт тұрып, оны неке кезінде сатып алған пәтерді Құдайға беру керек екендігі туралы әңгімелерді ести бастады. Олардан басқа бұл пәтерде 2 кәмелетке толмаған балалары тұрған. Олардың үйіне бейтаныс адамдар келе бастаған. Олар бірге ән айтып, оғаш және түсініксіз мәтіндерді оқыған. Бірнеше рет келгеннен кейін кештердің бірінде жұбай келесі аптада Құдайға пәтер сыйлайтынын нақтылап айтқан. Әйелінің қарсылығына жұбай бұл оның жеке мәселесі және ешкімнің араласуына құқығы жоқ деп жауап берген. Сондай-ақ ол бұл пәтерде оның сектасының мүшелері тұратыны айтқан. Әйел ақылды болып шықты. Ол дереу заңгерлік кеңес алу үшін адвокатқа жүгінді. Адвокаттың кеңесі бойынша пәтерге барлық құжаттарды алып қойды. Бақытымызға орай әйел құжаттардың қайда жатқанын білді. Осыдан кейін адвокаттың көмегімен ортақ мүлікті, яғни пәтерді бөлу туралы талап арыз жазып, оны сотқа берді. Содан кейін талап қоюды қамтамасыз ету мақсатында қамауға алу туралы сотқа өтініш хат жіберді. Сот бұл өтінішті қанағаттандырды және тиісті ұйғарым шығарды. Сектанттар пәтерге құжаттардың көшірмесін жасаған кезде пәтер қамауда тұрды. Әйелдің шегінбейтінін және пәтердің жартысы оларға қызығушылық танытпағандықтан сектанттар соңында шегінді. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Егер бұл бейнеролик немесе басқа заң сұрақтар туралы сұрақтар туындаса, түсініктемелерде жазыңыз. Мен оларға жауап беруге тырысамын. Ал менің YouTube арнама жазылып және лайк баса отырыңыз.